Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің күнделікті қолда бар көкөністермен жасайтын салатымды дайындаймын. Ол үшін бізге 5-6 қызанақтар, 1 бас пияз, 1 баклажан, 1 сарымсақ, көк жартылай ащы бұрыш, қызыл жартылай ащы бұрыш, 1 бума кинза керек болады. Баклажанымыздың қабығын аршып аламыз. Мен бұл жерде жартылай қабығын аршыдым. Егер қаласаңыздар, толығымен аршып алсаңыздар болады. Баклажанымызды майдалап турап аламыз. Туралған баклажанның үстіне крахмал қосамыз. 1 жұмыртқамен қосып араластырамыз. 15 минутқа қойып қоямыз. Баклажанға крахмал сіңем дегенше мен қалған қажетті көкөністердің бәрін турап аламын. Алдағы уақытта осындай рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Видеом ұнап жатса, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қызыл бұрышымызды да турап аламыз. Осы салатымыздың бұрышы ащылау болады. Егер кімге ащы салат ұнайтын болса, жасауға кеңес беремін. Қызанақтарымыздың бәрін турап дайындап аламыз. Кинзамызды да майдалап турап аламыз. Достар, қаласаңыздар укроп қоссаңыздар болады, қаласаңыздар кинза қоссаңыздар болады. Маған кинза ұнайды. Пиязымызды да турап аламыз. Сарымсағымызды теркадан өткізіп дайындап аламыз. Көкөністердің бәрін турап болдық. Енді баклажанымызды қызартып, майда қуырып аламыз. Баклажандарымыз осындай қып-қызыл болып қуырылды. Енді табаға кішкене май құйып, сарымсақтарымызды қыздырып аламыз. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баклажанымыздың үстіне жаңағы сарымсағымызды күйдірілген пиязымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Баклажанымыз дайын, енді бәрін жақсылап араластырамыз. 1 қасық тұз саламын. Тұзын қарап салсаңыздар болады, дәміне қарай. Соевый соус қостым 1 қасық. Майдаланған ұнтақ қызыл бұрыш қостым. Мінекей салатымыз дайын. Бәрін жақсылап араластырып алдық. Енді оны дастарханыңызға тарта беруге болады. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.